Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бұл арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойайық. Сәкен Сейфуллин ұлт азаттық көтеріліске дейін қаладағы ірі байдың қызы Рахимаға үйленген еді. Сонда оның жары жаңа заманның тәртібін әкеме қолданба деп шарт қояды. Сол кезде кедей үкіметінің жаршысы болып жүрген ақын екі оттың арасында қалады. Отбасының берекесі қаша бастайды. Дегенмен Сәкен Сейфуллин өз бағытынан тайған жоқ. Шығармашылығын да жалғастырды. Ақмолада жүрген біз асығыс жиналдық деген өлеңін жазды. Ал 1917 жылдың сәуір айында жас қазақ ұйымын құрды. Бір жылдан соң Ақмолаға ақтар келіп, сол жердегі кеңес өкіметін құлатады. Сейфуллин тұтқындалып түрмеге қамалады. Одан кейін атаман Анненковтың өлім пойызымен Колчак түрмесіне жеткізіледі. Тағдыр тәлкегіне түскен Сәкенді күтуге шыдамы жетпеген зайыбы Рахима басқа адамға тұрмысқа шығып кеткен болады. Біраз уақыт өте келе 1926 жылы Сәкен Сейфуллин жол жүріп келе жатқанда Ділді болыстық комитетінің төрағасы ақын Қайып Айнабековтың үйіне түсіп, біраз уақыт қонақ болады. Ал жолға шыққанда Қайып оған Қызылжарда оқып жүрген немере қарындасы Гүлбахрамға сәлемдеме беріп жібереді. Сәкен Сейфуллин Гүлбахрамды тауып алып, сәлемдемені тапсырады. Осы жүздесуде ол қарагөз, бұраң бел бойжеткенге ғашық болып қалады. Содан көп ұзамай екеуі қосылады. Сөйтіп 1926 жылғы желтоқсанда келіп, сол үйдің ошағына пұт болдым. Өзім жаңа тұрмыстың жөн жобасын үйреніп, жан-жарымның ойынан шығу қамымен жүрген соң, солай ойладым ба, әлде көп жылдан бергі сүрбойдақтықтан ба, әйтеуір Сәкен басқа уақыттың бәрінде жазу үстелінің басында өткізді. Сәкен Ташкенттегі Қазақ педагогика институтының директорлығына ауысты. Өзі лекция оқып жүрді, дейді Гүлбахрам. 1930 жылы Сәкен мен Гүлбахрамның тұңғышы Лаура дүниеге келеді. Сол кезде көрші тұрған татардың қызы Сәкенге ғашық болып, қыр соңынан қалмай жүрді. Гүлбахрам соған ыза болып бір күннің ішінде баласын орап алады да, оқуға кеттім деп Мәскеуге тартып тұрады. Сөйтіп жүргенде баланың өкпесіне суық тиіп қалады. Ал денсаулығы әбден нашарлап кеткенде, анасы баласын жергөкке орап, Қызылордаға келеді. Бірақ Лаура сол жерде шетінеп кетеді. Гүлбахрам қызын жерлеп, қайтадан Мәскеуге кетеді. Ал жазда Алматыға келгенде, Абдолла Асылбековтың үйіне түседі. Таңертең оның жұбайы Бану екеуі шай ішіп отырғанда Сәкен Сейфуллин кіріп келеді. Гүлбахрам, кешіре алсаң кешір. Мен қателік жасадым. Кешірім сұрауға келіп отырмын деп айтады. Сол кезде Гүлбахрам Сәкеннің мойнына асылып, қатты жылайды. Сәкеннің жан жолдасы Абдолла Асылбековтың үйінде екеуміз мәңгілікке табысып, 1937 жылғы 24 қыркүйекке дейін қабақ шытпай өмір сүрдік. Қанша қиындық көрсем де, мына шаңырақта шайқалтпай, түтінін түтетіп жүрмін. Сол күні екеуміздің екінші тойымыз болды. Сәкен үйге ең жақын достарын шақырды. Міне, біздің бұл табысуымыз осындай тойға ұласып кетті деп жазды Гүлбахрам. Сәкен 1,5 жасқа толмай, шетінеп кеткен Лаураны ойлап, қатты қайғырды. Ал ұлы дүниеге келгенде қатты қуанды. Оның есімін Аян деп қойдық. Сәкен мен Гүлбахрам ұлы Аянның 1 жасын тойлауға ұзақ әзірленді. Тойға Қазақстан басшыларын да шақыруға жоспарлап қойған еді. Гүлбахрам ұлының тойына бірсыпыра жаңа заттарды сатып алды. Солардың бірі төрдегі үстелге жаюға арналған ақ дастархан. Бірақ ол дастархан жайылмай қалды. 1937 жылы 24 қыркүйекте Сәкен Сейфуллин тұтқындалады. Ал 2 жылдан кейін оны НКВД-ның қабырғасы алдында атып тастайды. Әкесі Сейфолланы да алып кетеді. Інісі Мәлік те бір күннің ішінде жоғалып кетті. Жаппай ату жазалар бәсеңдегенде халық жауларының әйелдерін лагерге жібереді деген әңгіме тарады. Ол қауесет рас болып шығады. Гүлбахрамды Ақмола лагеріне жібереді. Ол Аянды бірге алып барады. Поезде Аян қатты ауырып қалады. Вагонның ішінде дәрім-дәрмек те болған жоқ. Қанша арпалысқанымен еш дәрмен болмай, сәби үзіліп кетеді. Гүлбахрам Көкшетаудан түсіп, баласын жер ойынына тапсырады. Қуғында жүрсе де, Сәкеннің жеке заттарын ақ дастарханның ішіне салып беліне байлап жүреді. Осылайша Гүлбахрам жалғыз өзі қалады.
Осымен біздің шығарылымымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойайық.